Ұстазы жақсының ұстамы жақсы дегендей, кәсіби біліктілігіңді арттыру жолының бойында тәлімгер ұстаздармен және де шығармашыл оқушылармен бірге жұмысымды көрсетіп келе жатырмын. Сол жұмысымның нәтижесі ретінде 2025 оқу жылы үздік педагог атағын иеленуім болып табылды. Бұл атаққа иелену мен үшін үлкен бір мәртебе болды. Бұл атаққа жету үшін бірнеше жылғы жұмысымның нәтижесі көрінді. Және де өзімнің бастауыш сынып оқушыларымен бірге зерттеушілік жұмыстарын арттыру ол менің алдыңғы мақсатым болды. Сол жұмысымды сіздерге мен көрсетпекші болдым. Сіздердің назарларыңызға балалардың сабақтан тыс уақытта тиімді уақыттарын пайдалану мақсатында мынадай жұмысты ұсынып отырмыз. Жұмысымыздың тақырыбы балаларды гаджеттерден алшақтату құралы ретінде асық ойындарын пайдалану. Жұмысымыздың мақсаты асық ойындарын бала дамуында қолдану мүмкіндігін психологиялық, педагогикалық тұрғыда негіздеу. Жұмысымыздың міндеттері жас ұрпақтың жоғарғы мәдениетін бірізді дамыту, қазіргі таңда асық ойын жаңғыртып және дамытудың маңызын жеткізу. Асық ойынның 21 ғасырға сай бейімдеу және де жас буын арасында ғаламтор мен гаджеттерге деген тәуелділіктерін арылту. Осы жұмысты өрбіту мақсатында біз бірнеше ойындар жіктемесін жасадық. Назарларыңызға қазір балалар ұсынады. Асықты дойбы ойын ережесі дойбымен сәйкес келеді. Біз көлемі кіші асықтарды алып, оны ақ және қоңыр түстерге бояп, оны арнайы дойбы тақтайшасына қойылып ойналады. Қазір біз сіздерге көрсетеміз. Біз балаларды өздігінше аяқ киімін кигенде бауды байлағанда қиындығын туғызатынын байқаймыз. Сол себепті біз арнайы аяқ киімнің сыртқы келбетіндей ойыншық жасадық. Соған бала қарап, тез бауды байлауды және де осы тесіктерден өткізуді үйрене алады. Баланың ұсақ саусақтары ептілікке машығады. Қазір Ернар сіздерге көрсетеді. Балалар осы асықты көргенде олар қызығады да, осы асықты қолғанда ұстағанда олардың қол моторикасы дамиды да, олар осы бауды байлауды тез және жақсы үйренеді. Оны кішкентай балаларға көрсетеді. Сол үшін біз осындай ойынды істедік. Асықты массаж. Біз қалың фетр материалды алып, оны желімдеп бекіту арқылы жасалады. Оның көлемшесі тікбұрыш немесе дөңгелек тәрізді болады. Сөйтіп балалар қоңырауда, сергіту сәтінде бір-бірінің арқасына массаж жасай алады. Олар балалардың арқасында жақсы көмектеседі. Олар сабақта отырғанда олардың арқасы бүкірейеді. Солай олар бір-бірінің арқасына массаж жасағанда олардың арқалары тік, әдемі түзу болып өседі. Асықты шот математика кеңінен пайдаланатын шот баршамызға таңыз. Асықты шот балаға қосып алуға есептеуге арналған көмекші құрал болып есептелінеді. Қазір Жасмин сіздерге көрсетеді. Міне, мынаған осы асықты шот даярлық топтарға арналған шот. Мұнда мысалы егер де 4 қойса, онда осы жаққа 4 асық қою керек. 1, 2, 3, 4. Ал мұнда мысалы 6 қойса, олар қосады, мысалы 2 қосады, 1, 2, сонда мұн жақта 6 болады. Сөйтіп бала қосып азайтуды үйрене алады. Қазір мен сізге айтамын. Сәне, осындай 7 сан қош. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Енді 4 сан. 1, 2, 3, 4. Осылай бала қосып азайтуды тез үйрене алады. Бұл ойынның аты Ботай хаус. Мұнда осы жерден бастайды. Осылай, мысалы, осы үлкен асық бар, оны лақтырғанда, мысалы, бір түседі. Ол бір қадам жасайды. Асықтың иірілгенде шұңқыр құрсақ жағы үстіне қарап шалқасын жатық түсі. Қарқа дұрыс айтты, оған бір асық беріледі. Бұл асықты массаж кілемшесі. Қазір Ернар сіздерге көрсетеді. Осы асықты массаж кілемшесінде біздің аяғымызда көптеген нүктелер болады. Осы асықты
массаж кілемшесінде жүрсе, онда біздің өкпеміз және де аяғымызға массаж жақсы болады, және де ол денсаулыққа жақсы әсер етеді. Бүгінгі ұсынылған ойын тізбектерімен балалар сабақ арасында сергіту сәтінде қоңырауда өзара жаңағы тиімді уақыттарын пайдалану мақсатында ойындары жүріп отырады.